Алдағы оқу жылында білім беру процесін ұйымдастырудың келесі ерекшеліктерін атап өту маңызды. Жаңа мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарының қабылдануына орай 26 жылдан бастап жаңартылған оқу бағдарламаларын енгізу көзделген. Білім беру сапасын арттыру үшін ауылдық тірек және шағын жинақты мектептерде жекелеген пәндерді оқытудың инновациялық тәсілдері енгізілуі қарастырылуда. Білім беру округтері құрылып, нәтижелері төмен нысаналы мектептерді мақсатты қолдау шаралары қабылданады. Жаңа оқу жылынан бастап цифрлық ұстаз жобасын іске асыру шеңберінде аз қамтылған отбасылардан шыққан білім алушылармен жұмыс жандандырылады. Ауқымды цифрландырудың арқасында біз ең шалғай ауылдағы оқушылардың еліміздің үздік мұғалімдерінен оқу материалдары мен сабақты алуына қол жеткізе аламыз. Мұндай тәжірибе Ақтөбе облысында пилоттық режимде жүзеге асырылды.